Қайырлы күн. Бүгін сіздермен мақтадай жұмсақ болатын пирожки және де беляшилерге арналған қамырдың құпиясымен бөлісетін боламын. Ең алдымен салқын айран алуларыңыз керек. Салқын болуы міндетті түрде. Үстіне 1 шай қасық ас тұзы, 1 шай қасық қопсытқыш және 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Ә, 650-700 грамм аралығында негізі ұн кетеді. Мен бірінші 550 грамм қостым. Електен өткізіп қосыңыздар. Ұнымызды салғаннан кейін жақсылап араластыра отырып қамырымызды жинаймыз. Бізде айран салқын болғандықтан өте көп ұн өзіне жинамайды. Қамырымызды осылай жинаймыз біртіндеп. Менде жабысқақ болып қалғандықтан 100 грамм мөлшерінде тағы қостым ұнды. Жақсылап араластырып осындай қамыр шықты. 2 сағат көлемінде демалдырып алдым. Өте жұмсақ, қараңыздаршы қыздар. Начинкамды дайындап алдым. Қамырды тура 17 бөлікке бөліп, ыдысымызға бөгіп орналастырыптым. Алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 25 минут көлемінде пісіріп алыңыздар. Ас болсын. Өте дәмді болады.